Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Сұрақ: эрозияның емі күйдіру ма? Жоқ, қыздар. Эрозияның емі күйдіру емес. Өйткені шынайы эрозия болған кезде оның тереңдігі сол жатыр мойында өте тереңде орналасуы мүмкін. Ал күйдіру деген, мысалы, лазермен күйдіріп жатады, сонымен қатар препараттармен күйдіріп жатады. Ол күйдірген кезде сол зақымданған бөлікті ғана, бергі шетін ғана, бетін ғана сізге күйдіріп қана беруі мүмкін. Ал оның тереңдігі өте тереңде болуы мүмкін. Ол сол күйдіріп бетін ғана әдемілеп береді, ал одан кейін уақыт өте келе, ол 6 айдан кейін, немесе 1 жылдан кейін, немесе 3 айдан кейін ол қайтадан сол жерге эрозия болып өзінің несін көрсетуі мүмкін. Сол себепті оның емі күйдіру емес. Біріншіден, қыздар, сіздер тексеру кезінде кольпоскоп деген аппаратына түсіңіздер. Сол жерде сізге анықтап береді, қаншалықты тереңде, қаншалықты бетке ма, терең ба, қаншалықты үлкен, кіші ма, барлығын анықтап береді. Соған байланысты сіз ем алуыңыз керек. Ал егерде көлемі үлкен, өте тереңде десе, егерде сіз жақын арада жүктілікті жоспарламасаңыз, сіз конизация методын қолдансаңыз болады. Конизация метод деген жаңағы кольпоскопқа түсірген кезде тереңдігін анықтау бойынша сол жатыр мойынның зақымданған, сол шырышты қабатының зақымданған бөлігін арнайы кесіп алып тастайды. Одан кейін оның қалпына келуі 3 ай менен 1 жылдың арасында ол қалпына келеді. Одан кейін ары қарай сіз жүктілікті жоспарлай берсеңіздер болады. Сол себепті біреу күйдірем дейтін болса, бір дәрігер сізге күйдіруді ұсынса, оған келіспеңіз. Дендеріңіз сау болсын, уақытында тексеруден өтіңіз. Маған міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойып қойыңыздар, маған подписация етіп қойыңыздар. Сонымен қатар басқа да әлеуметтік желілерде мен отырамын, TikTok, Telegram, Instagram жазылып қойыңыздар. Менің сіздерге беретін ақпаратым өте көп. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.